Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге малинадан варенье жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең бастысы бізге қажетті малина. Менде малина 700 грамм көлемінде болды. 700 грамм көлеміндегі малинаға 350 грамм көлемінде қант қосам. Яғни малинамыздың жартысындай көлемінде қант қосатын боламыз. Осылайша қантымыз бен малинамызды араластырып, 1 сағат көлемінде тынықтырып қоямыз. Кейін қатты отта 5 минут көлемінде қайнатып, 1 сағатқа тынықтырып қоямыз. Сонымен қатар жабатын банкамызды стерилдеу мақсатында осылай қызып тұрған ыстық суда қайнатып аламыз. Осылайша 5 минут көлемінде қайнатқаннан кейін 1 сағатқа тынықтырып қоямыз. Кейін тағы да 5 минут қайнатып аламыз. Яғни толықтай 2 рет қайнатамыз. Алғашқысында 5-10 минут көлемінде қайнатып, 1 сағат тынықтырамыз. Кейін тағы да 5 минут көлемінде қайнатамыз. Ендігі кезекте стерилденген банкамызға қайнап тұрған вареньемізді ыстық күйінде салып жауып тастайтын боламыз. Осымен біздің өте дәмді вареньеміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі көріскенше сау болыңыздар.